Президентimiz Қасым-Жомарт Кемелұлының Түркістан газетіне берген бүгінгі сұхбатында еліміздің бүгінгі даму бағыттары қарастырылған, сұхбатта көптеген тақырыптар қамтылған және айта кететін, көңіл бөлетін жағдай цифрландыруға және жасанды интеллектті енгізуге бағытталған тақырыптар. Яғни президентimiz айтқандай, қазіргі елдер болашақ кемесіне мінген елдер және артта қалған елдер деп бөлінеді. Біздің еліміз сол бірінші елдердің қатарында болуға баса көңіл бөлінді. Елімізде қазір көптеген бастамалар іске асып жатыр. Яғни Ай-сана деген бағдарлама бойынша университеттерде 650 мыңнан аса білім алушы жасанды интеллектке байланысты білімін толықтырды. Және мысалы Астана хаб бар, одан басқа да жобалар бар. Сол жобалар одан сайын дамиды деп, және цифрландыруға одан да жоғары көңіл бөлінеді деп санаймыз. Яғни қазір алда тұрған ақш және Қытай елдері, президентimiz айтқандай, бәсекеде тұр. Яғни сол бәсекеге мықты елдердің қатарына біздің еліміздің де қосылуын күтеміз, үміттенеміз соған.